Баршаңызға қайырлы күн. Әдеттегідей, Эльмира Мажитқызы. Бүгінгі видеода қамырына дәмдеуіштер қосып, өте ерекше, өте дәмді қылып, ыстық тағам дайындадым. Бұл тағам үйдегілерге қатты ұнайды. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сол себепті осы видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, осы рецепт бойынша сіздер де дайындап көріңіздер. Алдымен керек заттарды турап дайындап алдым. Енді тамағымызды бастаймыз. Табаға сұйық майды құйып, май қызғаннан кейін жуан салдым. Енді жуа қуырылғанша қамырын дайындап алайын деп, 2 жұмыртқаға кішкене тұз салып, араластырып, одан кейін осындай орташа тығыздықтағы қамыр иіледім. Қамырымызды әбден иінін қандырып иілеп, 15 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін жуамыз қуырылды, енді үстіне етті салып, араластырып қуырып алдым. Одан кейін үстіне су құйып, 1 жарты стакандай астын баяу отта етімізді қайнатамыз. Етіміз қайнап жатқанда дәмдеуіштерін дайындап алдым. Мендегі кинза мен орегано, үстіне 2 қасық сұйық май құйып, жарты қасық соусты қосып, барлығын әбден араластырамыз. Дәмдеуіштерді көз мөлшермен қостым. Барлығын араластырып, осылай дайындап аламыз. Енді нанымыз дайын болды. Нанды ұнды сеуіп отырып, нанымызды жұқа қылып жаямыз. Дайын болғаннан кейін 5 минутқа кептіріп қоямыз. Одан кейін дайындап қойған дәмдеуіштерді бетіне құйып, осылай барлығын бір тегіс қылып жағып шығамыз. Дайын болды. Енді шамалы қоя тұрамыз, ана майы сіңіп болғанша. Оған дейін етіміз қайнады. Енді үстіне рет-ретімен картобын, сәбізін 40 қабатты салып, енді үстіне қатырып қойған қызанақты саламыз. Тамағымызды араластырмаймыз, осылай салып, одан кейін кішкене ғана тұзын салып, үстіне салқын судан су құйып, тамағымызды қайнатамыз. Баяу отта тамағымыз 20 минуттай қайнайды. Тамағымыз қайнап атқанда, міне нанымызды осылай кесіп, енді орайтын боламыз. Барлығын орап, дайындап аламыз. Арасы жабыспайды. Оған дейін тамағымыз дайын болды. Енді үстіне осылай рет-ретімен барлығын саламыз. Үстіне су құймаймыз, суы жеткілікті. Осылай салып, енді 1 жарты сағаттай ұстаймыз. Тамағымыз дайын болды. Өте дәмді тағам. Ас болсын.